Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай жұмсақ және де дәмді лакомканың рецептісімен бөлісетін боламын. Дүкендегі лакомкалардан еш айырмашылық жоқ, үй жағдайында жасауды үйренеміз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Миксер немесе венчикпен араластырсаңыздар да бола береді. Оның үстіне жұмыртқаларымызды бір-бірден салып отырып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін осындай сұйық масса шығады. Енді үстімізге қант қосамыз, оған құрғақ ашытқы қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Тұндырып 10 минутқа қойып қоямыз. Осындай көпіршіктер пайда болады және де оны бағанағы сұйық массамызға құямыз және де жақсылап оны араластырып тастаймыз. Енді қамыр илейтін боламыз. Мен ең бірінші болып ұнды електен өткізіп алдым. Шанышқымен жақсылап араластырып отырып, қамыр илейтін боламыз. Осындай онша жұмсақ та емес, қатты да емес қамыр дайын болды. Енді оны пищевой пленкамен жақсылап орап, ыстық жерге қойып қоямыз. 1 сағатқа ыстық жерге қойып қоямыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге керегі сүт, ұн, жұмыртқаның сарысы, қант және де сары май керек болады. Ең алдымен жұмыртқаға ұнымызды қосып, жақсылап сұйық масса болғанға дейін араластырамыз. Осындай сұйық масса шықты. Енді кремге арналған ыдысымызға сүт құямыз, оның үстіне қант қосамыз және де оның үстіне бағана дайындап қойған сұйық массамызды құйып, жақсылап араластырып, оттың орташа жылдамдығына қойып, жақсылап араластырып тұрамыз. Осылай үзбей араластырып тұрамыз және де қоюлана бастайды. Қоюланған соң оның үстіне сары майды салып, жақсылап ерігенше араластырып тұрамыз. Осылайша креміміз дайын болды. Енді оны суытуға қоямыз. Қамырымыз осындай үлпілдек болып көтеріліп шықты. Енді оны ыдыстан босатып аламыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Сіздер қалауларыңыз бойынша кішкентай немесе үлкенірек істесеңіздер болады. Мен өзім 9-ға бөлдім. Осылайша бөлек ыдысқа домалақтап қоямыз. Енді астына ұн сеуіп, жақсылап домалақтап, жаймендеп жаятын боламыз. Жайып болған қамырымызды осылай домалақша етіп, пергамент қағаз салынған листке орналастырып шығамыз. Енді дайын болған қамырымыздың үстін 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минут тұрды, үстін ашып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осылай әдем болып пісіп шықты және оны суытуға қоямыз. Мен жақсылап суытып алдым, ал енді ішіне крем жағамыз. Арахис немесе жаңғақты осылай майдалап алып, шеттерін үстін жақсылап батырып шығамыз. Осылай барлығының ішіне крем жағып, жаңғақпен әсемдесеңіздер де болады, немесе кремнің өзімен де қалса бола береді. Ал достар, менде осындай жұмсақ және де дәмді, қонақ келгенде үстелдің көркін ашатын лакомкалар дайын болды. Барлықтарыңыз істеп көрулеріңізге кеңес беремін.
Ал астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.